Сәлем, бүгін біз панкейки дайындаймыз. Ең алдымен біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпа. Жұмыртқаға қант қосып, миксерлейміз, немесе венчикпен араластырамыз. Мен венчикпен араластырдым. Сүт қосамыз, араластырып, ұнға жарты шай қасық сода салып, електен өткіземіз. Ұнды мен 2-ге бөліп қостым. Бәрін жақсылап араластырып аламыз. Оның үстінен ерітілген сары май қосамыз. Осындай тесто шығуы керек. Енді сковородкаға тестаны құямыз. Панкейктерді орташа отта пісіреміз. Пісіп жатқан кезде осындай бетіне шариктер шығып, олар тесіліп, жарылады. Барлығы тесіліп болған соң, келесі бетіне аударамыз. Келесі беті өте тез піседі. Менде 20 дана панкейк шықты. 2-ге, 3-ге, 4-ге көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Өте жеңіл рецепт. Біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.